Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге осындай баклажаннан салат дайындаймыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте дәмді және оңай жасалынады. Бізге қажетті заттар осы жерде баклажан, помидор, болгарский перец, жартылай ащы перец, пияз, сарымсақ және кинза қоссаңыздар болады. Ең алдымен осы баклажанымызды көбік қылып турап дайындап аламыз. Себебі оған тұз қосып қойып қоюымыз керекпіз. Көп емес, жартылай ас қасық тұз сеуіп, осылай араластырып, суы шыққанша қойып қоямыз. Және басқа ингредиенттерді осылай өте ірі емес, өте ұсақ емес, төрт бұрышты қылып осылай турап дайындап кесіп аламыз. Міне осындай қылып төрт бұрышты қылып перецті да, помидорды да осылай жақсылап турап дайындап қоямыз. Енді қызып тұрған ыдысымызға май құйып қыздырып аламыз. Одан кейін ең бірінші пияз салып 20 минутқа пиязды қуырамыз, жақсылап қуырамыз. Енді бізде екінші этап, осы пияздың үстіне қызанақ салып жақсылап қуырамыз 20 минуттай. Осындай 20 минуттың ішінде әдемі суы шығып піседі. Одан кейін үстіне перец саламыз. Перецті де 20 минуттай жақсылап қуырамыз. Осындай суы шығып әдемі болып піседі. Әр көкөністі жақсылап осылай қуырсақ, банка атылмайды, жақсы болып пісетін болады. Міне үстінен баклажан да салып жатырмыз. Түбінде осылай қап-қара болып су қалады, оны төгіп тастаймыз. Салатқа қоспаймыз. Және дәміне қарай тұз сеуіп, араластырып 1 сағатқа қойып қоямыз. 1 сағат пісіп, осындай әдемі түс болып, әдемі піскен кезде үстінен біз деген чеснок саламыз және кинзамызды саламыз. Жақсылап барлығын араластырамыз. Және де 15-20 минутқа тағы да бір қуырып аламыз. Қараңыздар, қандай әдемі түрі деген, әдемі суы шығып, керемет болып піскен кезде үстінен тағы да бір 4-5 қасық қант салып, дәмін келтіріп, осындай араластырып, бір тағы да кішкене қуырып аламыз. Осылай банкілерімді духовкаға салып аламын бір 15 минутқа. Енді осы банкілерімізге салатымызды құйып, банк жабатын боламыз. Қараңыздар, қандай әдемі суы шығып, сондай дәмді болып пісті. Үйлеріңізде барлықтарыңыз жасап көріңіздер. Керемет болып шығады екен осы рецептпен. Міне арасында кобрада жауып үлгеріп жатырмын. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк басып, мені қолдап жүріңіздер. Рахмет сіздерге. Сіздермен болған Жанат.